Құрметті диссертациялық кеңестің мүшелері, қатысушылар, инженерия және инженерлік ісі даярлау бағыты, биорганикалық заттардың химиялық технологиясы, органикалық заттардың химиялық технологиясы, мұнай және газ өңдеу технологиясы, балқу, қиын, бейметалл және силикат материал химиялық технологиясы мамандықтары тобы бойынша диссертациялық кеңеске қажетті кворум бар. Диссертациялық кеңестің 7 мүшесі, 7 қатысуда, ресми рецензенттер қатысуда. Қандай пікір бар жұмысты бастауға? Қандай? Ашық дейміз ба? Онда дауыс берейік. Дауыс берейік. Абеке дауыс берейік. Ашық деп жариялаймыз. Ашық. Рахмет. Кворум бар. Кенет отырысын ашу бойынша ұсыныстар ашық деп жарияламыз. Диссертациялық кеңес отырысын ашуды ұсынамыз. Енді құрметті кеңес мүшелері, мен сіздерге бір қысқа бүгінгі отырыстың несі жалпы планы жобасын айтып берейін. Согласно бізде бұндай нәрсе болмағанда бірінші рет болып жатыр, сондықтан қысқа бір информация берейін. Пункт 35 приказа номер 421 от 25 года. При направлении на доработку диссертационный совет принимает заключение, содержащее конкретные замечания по диссертационной работе. Диссертационная работа представляется в совет диссертационный в 3-месячный срок. Это у нас соблюдается. Вот. Это информация для членов ДС. Теперь доработанная диссертация направляется в Национальный центр государственной научно-технической экспертизы для проверки на плагиат и на предмет использования технологий искусственного интеллекта, без ссылок на них. Мы это тоже этап прошли. После получения этой справки НСА ГНТ, диссертационный совет вместе с официальными рецензентами проводит заседание по обсуждению доработанной диссертационной работы и ответов на замечания при наличии на предмет устранения замечаний диссертационного совета. Ну, заседание проводится вот в порядке, я указывал, да, согласно пункта 32. При этом проводится видеозапись без онлайн-трансляции в интернете. После того, после обсуждения диссертации, члены диссертационного совета простым большинством голосов, тайным голосованием принимают решение о присуждении степени или отправке на повторную защиту. Вот такая краткая информация для нас, поэтому мы первый раз вот с таким у нас не было раньше. Ну, вообще-то это есть уже давно, но на нашем совете это первый раз. Енді диссертациялық кеңестің барлық мүшелері, ізденуші Қожахметованың қорытынды жобасын, аңдатпасын және диссертациялық жұмысы алды. Дұрыс па? Бәрі алынған. Енді бүгінгі отырыстың күн тәртібі Қожахметова Айдана Маратқызын 6D07-2000 биорганикалық заттардың химиялық технологиясы білім беру бағдарламасы бойынша философия доктор PhD дәрежесін алу үшін дайындалған шартқа сәйкессіз фосфатты кремнийлі шикізаттың және қалдықтардың негізінде микроэлементтері бар бояу әсерлі тукоқоспалар алу технологиясын әзірлеу тақырыбындағы докторлық диссертациясын пысықтау. Ғылыми кеңесші Жантасов Құрманбек Тажмахамбетович, техника ғылым докторы, профессор, отырысқа қатысуда. Ана кісі Дамешкин Олег Борисович, техника ғылымдарын докторы, Минск қаласынан, Белоруссия.
Онан кейін ресми рецензенттер Ташқараев Рахмутулла Абдуллаевич, академик Қуатбеков атындағы Халықтар достығы университетінің доценті, Чимкент, Қазақстан Республикасы. Екінші рецензент Нұрлыбаев Руслан Ергалиевич, Қаныш Имантай Сатпаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университетінің профессоры зерттеуші, Алматы қаласы. Ережеге сәйкес ресми рецензенттердің диссертациялық кеңес мүшелерімен тең дауыс беруге құқы бар екенін ерекше атап өткім келеді. Диссертациялық жұмыс Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетінің химиялық инженерия және биотехнология жоғарғы мектебінің биоорганикалық және мұнай химия өндірістерінің технологиясы кафедрасында орындалған. Ізденушінің Қазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігінің ғылым және жоғары білім саласында сапаны қамтамасыз ету комитетін 2026 жылғы 6 наурыздағы приказы 13.03.15 сәуір 13 қатында көрсетілген ескертулермен танысу үшін келесі сөз ғылыми хатшы Назарбек Олжағас Бақтығынаға беріледі. Пожалуйста. Сараптау кеңесінің шешімі бойынша докторант Қожахметова Айдана Маратқызының диссертациясы қағидаларының 7 тармағына сәйкес келмейді. Дәйек сөздерге қате сілтеме жасалған. Бұл жұмыстың негізгі нәтижелерін өзгертпейді. Қағидалардың 7 тармағына сәйкес диссертацияда бастапқы толық дәйектерді көрсете отырып, цитата алынған материалдардың немесе жекелеген нәтижелердің көздеріне сілтеме жасалды. Бірінші, әдебиетке шолу бөлімінде берілген келесі мәліметтерге жасалған әдеми сілтемелердің мазмұны мәтінге сәйкес келмейді және сондай әдебиеттердің болуы күмән тудырады. Екінші, пайдаланған әдебиеттер тізімі 4, 97, 6, 99, 16 және 104 әдебиеттері бірдей, яғни 2 рет жазылған. Үшінші, 129-134 әдебиеттер пайдаланған әдебиеттер тізімінде бар, бірақ мәтінде көрсетілмеген. Жоғарғы айтылғандардың негізінде келесі кемшіліктерді жою қажет. 14 беттегі 25-26 дәйек сөздерге жасалған сілтемелер, 15 беттегі 26 дәйек сөз жасалған сілтеме, 20 беттегі 55 дәйек сөздерге жасалған сілтеме. 4 және 97 дәйек сөздер, 6 және 99, 16 және 104 дәйек сөздер бірдей. 5, 129-133 дәйек сөздер пайдаланған әдебиеттер тізімінде бар, бірақ мәтінде көрсетілмеген. Рахмет. Құрметті кеңес мүшелері, рахмет. Аталған ескертулер бойынша сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ болса, онда басқа сұрақтарыңыз болмаса, диссертациялық жұмысты пысықтау үшін сөз кезегі ізденушіге беріледі. Қожахметова. Саламатсыздар ма? Саламатсыздар ма, кеңес төрағасы және де мүшелері. Жалпы менің диссертациялық жұмысым шартқа сәйкес фосфатты кремнийлі шикізаттың және жылу энергетикалық орталық қалдықтарының негізінде микроэлементтері бар баяу әсерлі тұқа қоспалар алу технологиясын әзірлеу болатын. Және химиялық инженерия, материалдар инженерингі, қоршаған орта инженерингі, нанотехнология және басқа технологиялар бойынша сараптау кеңесінің 2026 жылғы 2 наурыздағы 2 хаттамада диссертациялық жұмыста көрсетілген ескертулер негізінде келесі кемшіліктерді жою қажет екені көрсетілген. Ол 14 беттегі 25-26 дереккөздерге жасалған сілтеме, 15 беттегі 26 дереккөзге жасалған сілтеме және 20 беттегі 55
15-ші дереккөзге жасалған сілтеме, және 4.97, 6 және 99, 16 және 104-ші дереккөздер бірдей, соларды жою қажеттігі, және 129-ші және 133-ші дереккөздер пайдаланған әдебиеттер тізімінде бар, бірақ диссертацияның мазмұнында көрсетілмеген. Осыған байланысты жоғарыда аталған ескертулерге қатысты ресми түсіндірме мен түзету нәтижелерін ұсынғым келеді. Жалпы әдебиетке шолу бөлімдерінде берілген келесі мәліметтерге жасалған әдеби сілтемелердің мазмұны мәтінге сәйкестендірілді және қажетті өзгерістер диссертациялық жұмыс мәтініне енгізілді. Бірінші ол 14-ші беттегі қазіргі заманда тыңайтқыш қоспаларын өндіру мен қолдану экономикалық және экологиялық трендтерге сәйкес үнемі өсіп жетілуде. 2020 жылдардың басында кешенді тыңайтқыштардың жаһандық нарығы шамамен жылына 100 миллион тоннаға деп бағаланды. Осы жаңағы сөйлем 25-ші дереккөз бойынша өзгертілді. Яғни MPK Fertilizer Market Outlook Production Consumption Trade and Forecast to 2013 Index Box, яғни бұл электрондық ресурс 2022 жылғы алынған дереккөзге өзгертілді. Және де 14-ші беттегі бағалауға сәйкес 2020 жылдары бақылау мен босап шығатын тыңайтқыштар нарығы жылына 5-6% өсуде. Бұл қарапайым тыңайтқыштардан әлде қайда жоғары. Бұл жаңа контекст, яғни 26-ші дереккөзмен түзетілді. Яғни Water Controlled Release Fertilizers Group бұл да электрондық ресурстан алынды, 2022 жылы жарық көрген. Жалпы 15-ші беттегі Еуропалық одақ, яғни 2019 жаңа регламентіне сәйкес фосфор тыңайтқыштарындағы кадмий мөлшеріне шекті норма енгізді. Бұл өз кезегінде МПК құрамына да әсер етеді. Кадмий мөлшері жоғары фосфаттарды азайту қажет. Бұл жаңағы дереккөзге 27-ші дереккөз алынды, электрондық ресурс ретінде ресурстан алынған, яғни Regulation 2019 of the European Parliament and of the Council деген дереккөзден алынған болатын, өзгертілді. Және де 15-ші беттегі өңірлік трендтер айырмашылығында айқын байқалады. Ресей, ТМД елдерінде 2010-2020 жылдары күрделі тыңайтқыштар өндірісі айтарлықтай өсті. ФОС, Агро, Еврохим, Акрон сияқты ірі компаниялар өндіріс қуаттарын жаңартып, ішкі және сыртқы нарыққа арналған МПК өнімдерін көбейтті. Ресейлік өндірушілер микроэлементтермен байытылған жаңа маркаларды, күкірт бар комплекстерді шығара бастады және жылыжай шаруашылығына арналған суда еритін МПК желісін кеңейтіп жатыр. Яғни бұл да 26-ші дереккөзі 28-ші дереккөзбен алмастырылды. Яғни 2024 жылы шыққан электрондық ресурстан алынған Russian Fertilizer Exports to AO Jump 23% year on year. Яғни осы жаңа электрондық ресурстан алынып отыр. Және 20-ші беттегі Тунис мемлекетінің Group Chimic Tunisian компаниясы Еуропалық серіктестермен бірге Сра Уертен кен орнының төмен сортты фосфориттерін күн энергиясы арқылы кальцинациялау схемасы сынақтан өткізуде. Бұл жерде 55-ші дереккөзге сәйкесінше мәтін алынған дереккөз көрсетілді. Яғни Аббес, Билал, Херман, Стейнер сынды авторлардың Thermal Benefication of Sra Aortain, яғни бұл атты жаңағы мақаласына 2020 жылы жарық шыққан мақаласынан алынған. Соған сілтеме көрсетілді. Одан кейін кешірім сұраймын. Жалпы бұдан кейін пайдаланған әдебиеттер тізімінде жаңағыдай 4 және 97, 6 және 99, 16 және 104 әдебиеттер, яғни 2 реттен қайталанған, яғни жазылған болатын. Осы қателіктерде түзетілді және мәтін мазмұнына сай әдебиеттер қосылды. Яғни бұл жерде 4-ші
яғни 97-ші әдебиет, 27-ші беттегі 97-ші әдебиет дерек көзіне байланысты өзгертілді. Және де одан кейін 99-ші дерек көзге байланысты әдебиет өзгертілді мәтініне сәйкес. Одан кейін, яғни бұлар диссертациялық жұмыста 1-4 бөлімде көрсетілген, және де 28-ші беттегі 104-ші дерек көзге байланысты жаңағыдай сәйкесінше дерек көзбен алмастырылды. Яғни 104-ші, 97-ші және 99-ші дерек көздер жаңағы мәні қателіктері түзетілді және мәтін мазмұнына сай әдебиеттермен қосылды. Сондай-ақ 129-ші және 130-ші әдебиеттер, дерек көздері бұл пайдаланған әдебиеттер тізімінде бар, бірақ мәтінде көрсетілмеген ескерту айтылған болатын, бұл ескертуде түзетілді. Яғни үшінші тарауда, яғни 3-6, яғни технологиялық сызбаны әзірлеу бөлімінде, яғни 102-ші бетте осы термоактивация процесі арқылы шикізат құрылымы өзгертіліп, оның биожетімділігі артады, ал вермикулит пен күлшлаг компоненттері топыраққа пайдалы макро және микроэлементтермен толықтыруды қамтамасыз етеді деп осы 129 және 130-ші дерек көздерге сілтеме берілді. Жалпы сараптау кеңесінің қорытындысында көрсетілген ескертулер мен ұсынымдар толық қарастырылды. Диссертациялық жұмыс мәтініне тиісті түзетулер мен толықтырулар енгізілді. Анықталған техникалық және рәсімдік сипаттағы кемшіліктер жойылды. Дерек көздерге жасалған сілтемелер қағидалардың 27-ші тармағының талаптарына сәйкес түзетілді. Сондай-ақ диссертациялық жұмыс ұлттық мемлекеттік ғылыми техникалық сараптама орталығы, яғни акционерлік қоғамның антиплагиат жүйесін қолдану арқылы алынған талдау нәтижесінде аталған құжаттың ұлттық мемлекеттік ғылыми техникалық сараптама орталығы қорымен сәйкестігі айқындалмады. Бұл туралы анықтама алынды. Жалпы назарларыңызға рахмет. Басқа да ешқандай ескертулер болған жоқ. Жалпы көрсетілген ескертулер тиісінше рәсімделіп, және де қателіктер, кемшіліктер жойылды. Назарларыңызға рахмет. Рахмет, болдыңыз ба? Айдана Маратқызы. Онда егер баяндама бітті, құрметті кеңес мүшелері, ізденушіге аталған ескертулерді пысықтау жұмысы бойынша сұрақтарыңыз болса, ізденуші жауап беруге дайын. Сұрақтар бар ма? Негізінде баяндама жасады, бәрін айтты, түсінікті бәрі. Сұрақтар бар ма? Егер вопросов, сұрақ жоқ болса, онда сөйлейм дейтіндер бар ма? Сөйлейм дейтіндер. Пожалуйста, профессор Анарбаев. Құрметті төраға, құрметті кеңес мүшелері, докторант Қожахметова өзінің жаңағы диссертациясындағы қағидалардың 7-ші тармағына сәйкес ұсыныстары мен кемшіліктерін қазір атап өтті. Бұл жерде сол кемшіліктердің барлығының толық сипаттама беріліп, дерек көздерінің кейбір кеткен жерлерін дұрыстап, жан-жақты диссертацияда бәрін өзгеріп дұрыстады. Сонымен қатар бұл жердегі сол дерек көздерінің ішіндегі мәліметтерді толық айқындалып, сипатталып жазылған. Сондықтан бұл жаңағы 7-ші тармақтағы кемшіліктердің барлығы пысықталып, нәтижелердің барлығы көрсетіліп, кемшіліктердің бәрі жойылды. Сондықтан кеңес мүшелері сіздерді қолдауға шақырамын. Рахмет. Абилла Анарбаевич, үлкен рахмет сізге. Бар ма тағы қосатын, сөйлейм дейтіндер? Құрметті кеңес мүшелері. Профессор Нуркенов. Қожақ? Да. Профессор Нуркенов. Саламатсыздар ма? Мен енді профессор Анарбаевтың
шешімде толық қосылам. Шында да мына ізденуші өзі мынау жақсы баяндама жасады. Мына сұрыптау кеңесінің қорытындысы бойынша жасалған жаңағы ескертулер бәрін көрсетіп, сол әрбір сілтемені қалай істегенін бәрін текстке кіргізіп, бәрін жақсы айтып берді. Сондықтан да ойлаймын, енді мынау негізгі ескертулер көбінесе мына әдебиет тізіміне байланысты болды. Негізі жұмыс жақсы, енді диссертация жазған кезде кейде енді асығыстық болады, сол мүмкін сол асығыстықтан ба, сол мына кемшіліктер болғаны. Сондықтан ойлаймын, енді ол енді әрбір диссертаттың басынан да өтеді ғой, осындай кейде ұмытып кетесің, кейде байқамай қаласың. Сондықтан да ізденуші бәрін көрсетті, айтып шықты. Ойлаймын, енді мен де сол профессор Анарбаевтың шешіміне қосылам и поддержка жасаймын. Рахмет, Оралғазы Ақтаевич, үлкен рахмет сізге. Құрметті кеңес мүшелері, мынау Қожахметова Айдана Маратқызы жалпы сараптау кеңесінің қорытындысында көрсетілген ескертулер, ұсынымдар толық қарастырылып, диссертациялық жұмыс мәтініне тиісті түзетулер мен толықтырулар енгізілді. Жұмыс істеді, біраз жұмыс істеді. Және қосымша жаңадан ұлттық мемлекеттік ғылыми техникалық сараптама орталығынан жаңағы диссертация өтіп, жаңағы справкасын алдық. Енді егер басқа сұрақтар болмаса, онда бізге қазір Қожахметоваға философия доктор PhD дәрежесін беру үшін комитет алдындағы өтініш хат туралы шешім қабылдау бойынша жасырын дауыс беру өткізу үшін есеп комиссиясын құру қажеті. Сөз ғылыми хатшыға Назарбек Ұлжағас Бақтықызына беріледі. Есеп комиссиясы 3 адамнан құралады. Председатель Анарбаев Абибула, Нуркенов Оралғазы Ақтаевич және өзім Назарбек Ұлжалғас. Есеп комиссиясының құрамын ұсынамыз. Ашық дауыс беруіңізді сұраймыз осы құрамға. Дауыс. Рахмет. Құрметті әріптестер, сіздердің WhatsApp желісіндегі жеке номерлеріңізге дауыс беру бюллетені диссертациялық кеңес мүшелеріне және 2 рецендентке де жіберілген болатын. Сіздерді дауыс беруге сұраймыз. Дауыс беру үшін 5 минуттық үзіліс беріледі. Рахмет. 5 минут үзіліс. Сол үзіліс кезінде біз дауысымызды, жасырын дауысты беріп үлгеруіміз керек. Құрметті кеңес, диссертациялық кеңестің мүшелері, жұмысты жалғастырамыз. Жасырын дауыс беру үшін нәтижелерін жариялау үшін ғылыми хатшыға сөз беріледі. Ұлжағас Бақтықызы. Дауыстарды санау жөніндегі есеп комиссиясының номер 1 хаттамасы бойынша Қожахметован диссертациялық жұмысын пысықтау бойынша жасырын дауыс беру нәтижелері. Комиссия мүшелерін сайлау туралы қаулы шығарылды. Комиссия мүшелері Анарбаев Абибула, Нуркенов Оралғазы, Назарбек Ұлжалғас. Құрметті диссертация кеңес мүшелері, осы ұсынылған комиссия мүшелерінің арасында міндеттерін бөлуді мүмкіндік бекітуіміз керек. Осы үшін дауыс берулеріңізді сұраймын. Рахмет.
келесі. Номер 2 хаттама. Дауыс беру нәтижелері. Дауыс беруге диссертациялық кеңестің 7 мүшесі, оның ішінде 2 ресми рецензент қатысты. 9 бюллетень таратылған болатын. Жарияланбаған бюллетендер жоқ, жарамсыз бюллетендер жоқ. Комитеттің философия доктор Пяжы дәрежесін беру туралы өтініш хаты бойынша жасырын дауыс беру нәтижесі Қожахметова Айдананың диссертациялық жұмысын жақтап 9, қарсы жоқ, қалыс қалғандар жоқ. Так, құрметті диссертациялық кеңестің мүшелері, рецензенттер дауыс берді, осы ненің ішінде, дауыс берген мүшелердің ішінде. Енді диссертациялық кеңестің бүгінгі отырысы 2 хаттамаға дауыс беру. 2 хаттамаға мынау нәтижелерге дауыс беру сұраймын. Пожалуйста. Рахмет. Так, басқа сұрақтар жоқ па? Онда, вот это я зачитываешь, да? Онда Қазақстан Республикасы ғылым және білім министрлігі ғылым және жоғары білім саласында сапаны қамтамасыз ету комитетіне шартқа сәйкессіз фосфатты кремнийлі шикізаттың және қалдықтардың негізінде микроэлементтері бар баяу әсерлі токоқоспалар алу технологиясын әзірлеу мәселелерін шешу жолдары мен зерттеулері жүргізіліп, ғылыми негізделген нәтижелері үшін Қожахметова Айдана Маратқызына 6D07-2000 бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы білім беру бағдарламасы бойынша философия докторы PhD дәрежесін беру туралы өтініш берілсін. Диссертациялық жұмыста шартқа сәйкессіз фосфаттың кремнийлі шикізаттың және қалдықтардың негізінде микроэлементтері бар баяу әсерлі токоқоспалар алу технологиясын әзірлеу диссертация бойынша ескертулер мен кемшіліктер толықтай жойылды. Құрметті диссертациялық кеңестің мүшелері, осымен диссертациялық кеңестің бүгінгі отырысы аяқталды. Диссертациялық кеңес мүшелері және рецензенттерге осы жұмысты талқылауға белсенді қатысқандарыңыз үшін алғысым айтамын. Рахмет. Осман, жұмыс бітті. Спасибо всем. Рахмет. Рахмет, сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Рахмет.